Забур 22 тарау. Жаратқан ем менің бағушым, мен еш нәрседен де тарықпаймын. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тұнық суға жетелеп апарады. Ем жаныма күш дарытады, есімі қасиетті деп аталады. Содан артамын оған сенімімді, ол мені тура жолмен жетелейді. Қап-қараңғы шатқалда жүрсемде мен қорықпаймын ешбір қауіп қатерден. Себебі өзің менің қасымдасың, жігер берет сойылың мен таяғың. Сен маған дастархан жаясың, көз алдында дұшпандарымның. Мені құрметпен қарсы аласың, тостағанды толтыра құясың. Жақсылық пен мейірімділік үлесім болады өмірлік. Жаратқан енің үйінде мен қала берем мәңгілік.